Сәлем достар. Бүгін бізде керемет дастархан жайылып жатыр. Өйткені бүгін мен сылдырмағымды, ақназарымды 40-нан шығарам. Өзімізге қараған семьялық отбасымызбенен жай ғана отырып 40-нан шығарып алсақ, сосын Алла бұйыртса, Құдай қаласа үлкен тойға дайындаламыз. Ақназардың жігіт болғанын, жаным-ау, кішкентай жаным-ау, басына үкісін тағып қонақтарын күтіп отыр балапаным. Неки дайындық жүгіріп жатырмыз. Мына жақта ет асылып жатыр. Қонақтарды күтіп отырмыз. Сөйтіп ағайындар, достар, әжесінің қуанышы, бүгін қуанышында шек жоқ. Керемет дайындалып. Ал біздің дастарханымыз басталды. Мына жақта қонақтарымыз бұйырса сіздерге хабардар болсын деп кішкентайымыз мінекей жатыр бесікте. Әжесінің сылдырмағы. Мына жақта жастар жағы. Барлықтарыңызға да осындай немере тілейміз. Немерені қызығым енді көріп жатырмыз. Сіздер арам екенсіздер, маған айтпапсыздар. Енді ғана біліп жатырмын, өмірдің қызығы осы екен. Солай ғой, Ласка, неменеге жеттіңіздер, қызығына тоймай жүре беріңіздер, маған сіздердің жолдарыңызды берсін. Ну-ка. Ал бізде мейрам басталып кетті. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, немерелеріңіз аман болсын, шөбереге жеттіңіздер. Назарыңызды Алла тағалам тек қана тіл көзден сақтап, ертеңгі елін сүйетін, халқын сүйетін, артында халық жүретін бір үлкен азамат болсын.